Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, жасалуы өте оңай чак-чактың дайындалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстінен тұзымызды салып араластырамыз. Осылай көпіргенше араластырып шығамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, 2-3 бөлікке бөле отырып араластырамыз. Ұнымыздың қалған бөлігін қосып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын, осылай 2-3 рет басып қоямыз. Енді нанымызды жаюға кірісеміз. Осылай ұн себе отырып, жұқа етіп жайып шығамыз. Қыздар, менің каналымда бұдан да көп рецепттер бар. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Барлық жерін бірдей етіп, жұқа қылып жайып шығатын боламыз. Біздің нанымыз жұқа әрі үлкен, жайма болып шығуы керек. Біздің нанымыз дайын, енді оны осылай бүктеп, бірнеше бөлікке бөле отырып, кесіп шығамыз. Қыздар, барлығын видеода көрсетілгендей осылай ұзынша етіп турап алып, бірінің үстіне бірін қойып, төртбұрышты етіп кесіп шығамыз. Қыздар, осы кезде біз майымызды қыздырып бастаймыз. Майымыз әбден қызғаннан кейін чак-чакты 2 немесе 3 бөлікке бөліп, осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Аралары жабысып қалмас үшін осылай араластырып отырамыз. Осылай сарғайып піскеннен кейін алып шығатын боламыз. Қыздар, біздің чак-чагымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте оңай әрі жылдам дайындалады. Сіздермен болған Жансая.